Қымбатты балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлы 31-ші сөз. Оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру, шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. 31-ші сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратләну керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Енді балалар, біз осы Абайдың қара сөзін талдап көрейік. Яғни шығарманың аты 31-ші қара сөз, авторы Абай Құнанбайұлы, жанры поэзия, проза, драма. Осы үшеуінің қайсына жатады? Тақырыбы не туралы айтылған, қандай мәселе көтерілген? Идеясы, ақын бізге не айтқысы келді? Яғни естігенді ұмытпаудың 4 түрлі себептері қандай? Ой кеселдері не? Және тәрбиелік түйіні неде? Осыған талдау жасап көрейік, кәне балалар. Ары қарай екінші тапсырманы орындаймыз. Абайдың айтпақ ойы не болды осы қара сөзі арқылы? Және менің ойым, сіз не ойлайсыз осы қара сөз тұрғысында? Өзіміздің пікірімізді жазайық. Келесі тапсырма. Яғни жағымды адамның бойындағы қандай жағымды іс әрекет бар? Және қандай теріс әрекет бар? Сіз бірінші Абайдың қара сөзінде келтірген жағымды әрекеттерді жазасыз, және өз бойыңызда осының қайсы бар? Және Абай қара сөзіндегі теріс іс әрекеттерді жазасыз да, өз бойыңызда осының қайсы бар? Салыстыра отырып, мына кестені толтырасыз. Ары қарай балалар, жалпы Абай ақын өмір сүрген заман қандай еді? Абай ақын қайда білім алып еді? Қандай қиындықтар өтті Абай ақынның басынан? Яғни, ол өмір сүрген заман мен қазіргі заман, яғни биыл балалар Абайға 175 жыл болғанын біз бәріміз білеміз, дұрыс па? Ендеше Абайдың мына бір өлең жолы: соқтық балы, соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деп, өзі өмір сүрген заманды Абай айтады. Ал қазіргі заман қандай балалар? Егер Абай қазір осы бізбен бірге өмір сүретін болса, біздің заманымызда замандас болатын болса, Абай қандай өлең шығарар еді? Мына өлең жолы өзгерер ме еді? Өз ойыңызды айтсаңыз, бүгінгі сабақты осы қара сөзімен байланыстыра отырып, қорытындыласақ деймін. Яғни Абай қара сөзінде айтылған адамның бойындағы жақсы да, жаман да қасиеттер бүгінгі заманда бар ма? Әлі жалғасып келеді ме? Осы туралы өз пікіріңізді толықтырып айта кетіп, сабағымызды қорытындылайық. Және
бүгінгі сабақтан алған әсерімізді, білімімізді бағдаршам арқылы бағалап жіберейік. Пікірлеріңізді комментарийға жазыңыздар. Зейіндеріңіз ашылсын, сіздерге қайырлы білім болсын, балалар.